Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын керемет асқабақ қосылған орама ханым дайындайтын боламыз. Дайындалу жолы өте оңай. Кейде бұны еріншек мантысы деп те атап жатады. Толық грамдарын, мөлшерін төменде жазып қалдырамын. Ендеше видеомызды бастаймыз. Ең алдымен қамырын илеу үшін ыдысымызға 250 грамм салқын су құямыз және де бір жұмыртқаны жарып саламыз. Үстінен бір шай қасық толы тұз салып, тұзы ерігенше барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ал енді үстінен алдын ала електен өткізіп дайындап қойған ұнымызды осылай 2-ге 3-ке бөліп салып отырып, жақсылап араластырып қамыр илеуді бастаймыз. Менде бұл жерде 650 граммдай ұн, сіздер бастапқы кезде 600 граммдай салып көріңіздер, өйткені әр ұнның тығыздығы әртүрлі болып келеді. Қамырдың арасында ұнның артық түйіршіктері қалмайтындай етіп, жақсылап осындай біркелкі қамыр илейміз. Көріп тұрғандарыңыздай орташа тығыздықтағы қамыр иленіп шығады. Енді қамырды пакетке салып, жарты сағат уақытқа тындырамыз. Бір 15 минут уақыттан кейін қамырды қайтадан алып, қолдарыңызбен 1-2 рет қайтарып басып қойыңыздар. Енді салмасын дайындау үшін бізге 500 грамм фарш және де асқабақ, пияз, картоп қажет болады. Грамдарын төменде жазып қалдырамын. Енді пиязымызды дәл осы видеода көріп тұрғандарыңыздай өте ұсақ етіп жұқалап турап аламыз. Ал енді картопымызды да кішкене жұқалау етіп турап, ұсақ етіп кубиктеп турап аламыз. Негізі орамаға картоп қоссаңыздар да, қоспай қойсаңыздар да болады. Енді ол жағы өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Келесі кезекте асқабағымызды да дәл осылай жұқалап турап, кубиктеп турап шығамыз. Бұл жерде менде негізі асқабақ кішкене аздау болып қалды. Асқабағын көптеу қоссаңыздар, орамаларыңыз тіптен өте дәмді бола түседі. Мінекей, осымен біздің орамамыздың салмасы дайын. Енді дәміне қарай тұз, қара бұрышын саламыз. Егер сіздерде құйрық май болатын болса, 100 граммдай құйрық майды осылай кубиктеп турап қосып жіберіңіздер. Менде құйрық май болмағандықтан орнына сұйық май қостым. Бірақ құйрық май қоссаңыздар, құйрық маймен өте дәмдірек бола түседі. Енді барлығын жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Осымен біздің орамамыздың начинкасы дайын болады. Ал енді әбден қанып, жақсылап тынған қамырымызды пакеттен шығарып, бірінші осылай қолымызбен 1-2 басып илеп аламыз. Одан кейін қамырды көз мөлшерімен теңдей 2 бөлікке бөлеміз. Бөлінген әрбір бөлігін қолымызбен осылай дөңгелетіп аламыз. Бір бөлігін әзірше пакетке салып ала тұрамыз, ал екінші бөлігін қазір жаятын боламыз. Жаймас бұрын бірінші осылай жұдырығымызбен жақсылап басып аламыз. Қамырларыңыздың бір тегіс болып, әдемі болып жайылуы осы бастапқы кезінде басып алғандарыңызға байланысты. Сондықтан қамырларыңыздың дөңгелек тегіс болып жайылған қаласаңыздар, осы бастапқы кезіне мұқият болыңыздар. Енді оқтаумен қамырымызды жаямыз. Аздап қана ұн себелеп отырып, оқтауға орап, осылай 2 шетін ғана басып отырып, сағат тілімен айналдырып отырып жаямыз. Құрметті көрермендер, егер әлі де каналға тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, менің осындай керемет қазақ тіліндегі түрлі видео рецепттерімді жіберіп алмас үшін төмендегі подписаться батырмасын басып, жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сол кезде менің әрбір шыққан жаңа видеомды бірінші болып көре аласыздар. Сонымен қатар осы видео басқа да көптеген адамдарға көріну үшін төменде комментарий бөлімінде өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар. Осы видеоға лайк басып, мені қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Мінекей осылайша қамырымызды дөп-дөңгелек етіп жайып, жұқалап жайып алдық. Енді қамырдың бетіне осылай кәдімгі күнбағыс майын бір тегіс етіп жағып шығамыз. Майымызды жағып алғаннан кейін жаңағы дайындап қойған начинкамыздан саламыз. Начинканы сіздер теңде 2 бөлікке бөліп алыңыздар, өйткені екінші қамырымызға да осылай теңде жету керек. Осылай салып алғаннан кейін енді қолымызбен салмасын басып, бір тегіс етіп, барлық жағына біркелкі етіп жайып шығамыз.
Салмасын осылай салып шыққаннан кейін енді қамырымызды ораймыз. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай қатты қалың, қатты тығыз қылып жібермей осылай әдемілеп орап шығасыздар. Барынша мұқият болыңыздар, өйткені қамыр жыртылып кетуі мүмкін. Қамырдың соңғы жағын осылай жақсылап бекітіп жабыстырып алыңыздар. Салмасы шығып кетпеу керек. Енді мантываркамызды да бірінші жақсылап майлап аламыз. Майлап алғаннан кейін жаңағы орап дайындап алған орамамызды жыртып алмай абайлап осылай саламыз. Біздің бірінші орама қанымыз дайын. Енді екінші қамырымызды да дәл солай жұқалап дөңгелетіп жайып, майын жағып, ортасына салмасын салып, осылай екінші листке орналастырамыз. Қазір біздің орамамыз піскеннен кейін беттері кеуіп, қатты болып тұрмай, қамыры жұмсақ болып тұру үшін осылай сұйық майданда жұқалап жағып шығамыз. Енді біздің осы ораманы пісіретін суымыз алдын ала қайнап, дайын болып тұру керек. Сұйық майды жұқалап жағып алдық. Біздің екі орамамыз да дайын тұр. Енді буға қойып 45 минут уақыт аралығында пісіріп аламыз. Егер сіздердің мантываркаларыңыздың қақпағында тесік болатын болса, үстін мата сүлгімен жауып қойғандарыңыз дұрыс. Мінекей осылайша біздің орамаларымыз көріп тұрғандарыңыздай тәбет ашарлықтай болып, әдемі болып пісіп тұр. Дәмі де сөз жоқ, керемет болған. Кесіп, осылай тәрелкеге салып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Бетіне арнайы подлив дайындасаңыздар да болады. Өте тойымды, өте дәмді болып шыққан. Сіздер де жасап көріңіздер. Осы видеом ұнаған болса, пайдалы болған болса, каналға подписаться батырмасын басып тіркеліп, лайк басып, және де астында өз пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар.